Мен Сайранбек Қуранның анасы. Біз бүгін Қуран екеуміз қазақтың ұлттық тағамы наурыз көжені дайындаймыз. Наурыз көжеге 7 түрлі тағам қосқан. Яғни бұл қазақтың қыстан аман-есен шыққанына орай дайындалған ең тәтті сусындардың бірі болып саналады. Ең бірінші біз немені қосамыз, Қурлан? Сөт қосамыз. Сосын немені қосамыз? Күріш қосамыз. Қоса ғой. Мейіз қосам, құрт қоса ғой. Мейіз қоса ғой. Қазақтың ұлттық тағамы наурыз мейрамында арнайы көпшілікке жасалған. Одан кейін сорпаны қосамыз. Сен мына сорпаны айранды қосқаннан кейін аластыра тұр, мен етті тура қоса қойын. Арнайы наурыз көжеге біз түрленген етті қосамыз. Аластыра қой. Жарайсың. Қурлан, наурыз мейрамында қандай ойындар болады? Көп бар болады, е? Сосын балалар неме ойнайды? Асық ойнайды, е? Қыздар әдемі көйлек киеді. Аталар, апалар әдемі баталар айтады. Е, Қурлан? Сен не істейсің наурыз мейрамында үйде? Қурлан? Аластыра ғой. Ақырын аластырайын, бәрін аластыр. Тағы да бітті мейіз қоса ғой. Қайда мейіз бізде, Қурлан? Мейіз қоса ғой, тағы да біраз. Аластыра ғой. Енді етті қоса ғой. Етті қосамыз, е? Айта ғой. Айта ғой. Қосамыз. Наурыз көже тәтті болады, е? Қурлан, сен оны кімге бересің наурыз көжені? Қурлан, наурыз көжені кімге бересің сен? Үйге апарып? Үйге апарып. Кімге бересің сосын? Атаға бересің, е? Сосын? Қабанбайға бересің, папана бересің, е? Осымен біздің наурыз көжеміз дайын болып қалды. Кәне аластыра ғой барлығын. Ой, жарайсың. Кәне, Қурлан, дәмі қалай екен көрші наурыз көженің? Тәтті ма? Тәтті, е? Айта ғой.